Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бургердің булочкасын дайындайтын боламыз. Осылай үй жағдайында бургер жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүттің үстіне тұз, құмшекер және дрожж қосып араластырамыз. Бір жұмыртқаның сары мен ақ уызын бөліп аламыз. Ақ уызын осы ыдысымызға құямыз, ал сары уызын кейін пайдаланатын боламыз. Үстіне кішкене пісте майды құйып, тағы да араластырып аламыз. Ұн қосып, қолымызға кішкене жабысып тұратындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай видеодағыдай домалақтап шығамыз. Ыдысымызға орналастырып, бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше тағы да қойып қоямыз. Енді жаңаға алып қалған жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт қосып араластырамыз және осыны булочканың үстіне жағып шығамыз. Үстіне мак немесе күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен бургердің булочкасы дайын болды. Осылай өте оңай дайындалады. Үй жағдайында бургер дайындайтын болсаңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.